медбике нәтиже болмаған соң нәрестені дүкендерде сатылатын ана сүтін алмастыратын сүт дайындап қоректендірді. Қызым-ау, не болды саған? Неге өзіңмен бірге сәбеңді де азаптап жатырсың? Баланың не жазығы бар? 10-15 жылдап сәби сүюге зар адамдар қаншама? Бір сәт өзіңді солардың орнына қойып көрші. Бір емес, 5 бірдей қыз берген Аллаға шүкір етпейсің бе? Мұның не? Апа, маған бұлай ақыл айтар жөнің жоқ. 5-ші сіңілім Динараны босанғанда өзің де дәл осылай жасаған жоқсың ба? Сол қызыңды бауырыңа баспай, үнемі итеріп тастағаныңды ұмыттың ба? Динараны туылған сәтінен бастап сенің орныңа ана болып, бағып-қағып өсірген мен емес пе? Солай бола тұра өзің мені кінәлайсың. 3 сіңілім де ұлды, қызды болды. Неге мен сенің тағдырыңды қайталап жүрмін? Неге мен? Ал сен мынаны ұмыттың ба? Сол 6-шы қызымды аналық махаббаттан айырғаным үшін, Алланың бұйрығына бағынбағаным үшін, жаза ретінде 7-шімді ұлды беріп қайта алып кеткен жоқ па? Сен соны ұмыттың ба? Ана мен бала ұзақ шер тарқатты. Ал бұл сәтте дүние есігін жаңа ашқан жас сәби өмір үшін күресу үстінде еді. Қыз 40 жанды деп бекер айтпаған ғой ата-бабамыз. Шала толса да өмірге құштар нәресте тез-ақ көзін ашып, жарық әлемді көруге асықты. Бірнеше күнде жаңа өмірге бейімделіп, өзге сәбилер секілді анасымен қауышып, анасының омырауын емірене емуге асыққан болатын. Алайда анасының тас жүрегі жібімей, көкірегі тас болып қатып қалатын қайдан білсін. Дәурен сүт көбейтетін дәрі тасыса, анасы сүт қатқан шай, ыстық тамағын тасып әлек. Бірақ мұның ешбірінен келер пайда жоқ. Сәби байғұс анасының сары уызының дәмін де тата алмай, тек дүкеннің дайын сүт өнімдерімен қоректеніп жүрді. Анасының өкпелі екенін әлде жылаған мейірімін төгіп, ана бабысынан сипар ана жоқ екенін сезгенде жылап анасын мүлде мазаламайтын. Нағашы әжесі ат қою мәртебесіне ие болып жас сәбиді Зере деп атады. Бір жетіде уақыт өтіп, ауруханадан өз үйлеріне шығатын күн де жетті. Әлі күнге дейін Перизаттың мейірімі, назары балаға ауар емес. Көкірегі тас болып қатып қалғандай. Сәбиіне онша көңіл бөлмеді. Анда-санда көз қырын салып қояды. Әкесі Дәурен қанша күліп, ойнатып әлек болса да, Зере қыз анасынан көз алмай қарап, әр іс-қимылын үнсіз бақылап жата беретін. Қанша дегенмен ананың аты ана емес пе? Бір жеті күннен жиен немересі мен қызының жағдайын білмек болып, Айнаш, Перизаттың анасы, қонаққа келді. Өзімен бірге ала келген бір сөмке затын кіре бере еденге тастап, немересінің иісін иіскеуге асықты. Төсекте жатқан құдасымен жағдай сұрасып болған соң немересіне жетті. Есіктен кірген бойда, ойбай, масқара деп аңдамай айқайлап жіберді. Оған себеп екі беті қып-қызыл болып, денесі оттай күйіп жатқан Зере еді. Бала болса да, бәрін сезгендей ауырса да, жылауды да, шыңғыруды да білмей айналасына өкпелі көзбен қарап, үнсіз жатқан болатын. Дереу сәбиді қолына көтеріп, үлкен немере қыздарына жылы су, құрғақ орамал әкелуді тапсырып, Зерені шешіндіріп, жылы сумен денесін шылқа-шылқа етіп сылап орамалға орап алды. Әп-сәтте дене қызуы түсіп, сүтін ішіп қайта ұйқыға кетті. Ал Перизат болса қатқан қазықтай бір орында тұрып қалған еді. Айнаш дереу қызының қолына сүйреп басқа бөлмеге кіргізді, бетіне шапалақпен салып жеді. Төрт қызы, әже, апамызды ұрмаңыз, әже, әже, деп аналарына араша түспек болып еді. Төрт қызы да бөлмеден қуып, есікті іштен кілттеп алды. Оңбаған, мен саған осындай тәрбие бердім бе? Қандай адам өз перзентінен бас тартады? Тіпті аюанда өз баласын қорғайды емес пе? Ал сен не істедің? Бір айға да жетпеген кішкентай сәби от болып күйіп жанып жатыр. Ал сенің одан хабарың жоқ. Болды, жетер, сен қызға обал жоқ. Басында осылай жасауға тиіс едім. Саған бала керек болмаса, маған немере керек. Ақыры ана болып жарытпайды екенсің, онда болмай-ақ қой. Мен Зерені өзіммен бірге алып кетемін. Перизат тек үнсіз жылап жата берді.
Айнаш дереу баланың керек жарағын жинап, сөмкеге салып, сәбиді құндақтап алып кетуге дайын болғанда, Дәурен жұмыстан оралды. 4 қыз шошып, 4 жақта жылап жүр. Перизат еденде жылап жатыр. Ал енесінің қолында қызы мен 2-3 сөмке. Апа, не болып жатыр? Зерені қайда алып барасыз? Үйіме. Ана қыз есінен алжасты дейік. Ал сен ше, бір қатынға сөзіңді өткізе алмайсың ба? Неге мына байқұс балаға қарамайсыңдар? Қара десең қайтеді? Айтуын айтып жатырмын. Қайтейін тыңдамаса, бір айтқанды ұқпаса, ұрыс соқ, еркек емессің бе? Не? Қойыңыз. Тек әлсіз еркек қана әйелге қол көтереді. Жақсы онда. Әйелін есін жиып аналық махаббаты оянса ғана мына қызды аманаттаймын. Қашан өзі келіп менен рұқсат алғанша сәби менде болады. Айнаш айтарын айтып сәбиді өзімен алып кетті. Тұзды ащы суға шомылдырып, денесін майлап, сылап, жайын жасады. Айнаштың қыздары айналарының бұл іс-әрекеттері дұрыс емес екенін қайталап айтқанмен пайда болмады. Перизат сол күйі үнсіз қалды. Ешкіммен сөйлеспейді. Бірер апта өтіп сәбиінің иісін сағына бастап, түнде қорқынышты түстерден қорқып оянатын. Ұйықтап жатып тек қызының атын атап шақыра беруші еді. Дәурен енесінің алдына талай жалынып барғанмен, анасы өзі келіп алып кетсін деп қырсығып бермей қойды. Ал Перизат өз ісіне ұялып, намыстан өлердей болып, анасы мен өзі қараусыз қалдырған сәбиінің алдында өзін кінәлі сезініп, үнемі кейінге шегеріп жүре берді. Зере десе атына сай өте сирек қыз болып күннен күнге өсіп, қылық шығара бастады. Дәурен үнемі сөмке етіп керек жүрек сүт, киім-кешекпен қамтамасыз етіп отырды. Дәурен қызына барған күні асыға жолына қарап есік алдынан тосып алып сұрақтың астына алатын. Бардың ба, көрдің бе? Өсіп қалыпты ма? Жағдайы қалай? Қарны тоқ па? Осы сұрақтарды үнемі қоятын. Ал әйеліне өкпелі жары. Білгің келсе өзің барып көр, дейтін. Бұдан басқа ештеңе айтқан емес. Тіпті қызы үйден кеткен күннен бері ерлі-зайыпты ретінде бірге болған емес. Кейде Перизатның жылағанына шыдай алмай, түн ортасында басқа бөлмеге барып жататын. Жүрегі қызын өз үйіне алып келгенін қаласа, ақылы сәбиге қамқор болатын жанның қасында болғаны дұрыс дейтін. Шарасыз әке екі оттың арасында әбден күйді. Перизаттың сіңілдері аналарынан тығылып, Зерені ұялы телефонға суретке түсіріп, әпкелеріне жіберіп тұратын.